Сәлем достар, оразадан кейінгі 10 кеңес. Мені жоғалта алмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Рамазан сынаптай сырғып өтті. Алла қабыл етсе, қасиетті айда әркім ұлы жаратушыға ұнамды, қайырлы амалы арқылы өзіне тиесілі сауапқа кенеледі. Бойға рух, санаға нұр құйылған Рамазаннан кейінгі айларда да иманды сақтау, жұмаққа жетелейтін құлшылыққа ықылас таныту мұсылманның мұраты. Ол үшін не істеу керек? Ойланып, керек 10 кеңесті өзіңізге айтуды абзал көрдім. Бәлкім сіздің де қаперіңізде қалар, кәдегіңізге, игілігіңізге жарар. Сонымен, бірінші, нәпсінің сағын сындырған сәт аштық. Оразаны тек Рамазанмен байланыстыру әбестік болар. Пенденің шектен тыс қалауы қас қағым сәт сайын түрткілеп тұрады. Ендеше оған қарсы күш тек ораза екен. Нәпсіні тыйып, тәубеге келтіретін осы бір теңдессіз құлшылықты аптасына, тіпті айына бір рет жыл бойы жалғастырсақ жақсылық емес пе? Өзге де кезеңдерде де ораза ұстаудың өзіндік мәңізі зор. Екінші, Рамазанда Алланың сөзіне үңілдік, ой түйдік, әсерлендік. Оразадан кейін қалайша қош бол Құран демекпіз. Тірлер үшін түскен қасиетті кітапты неге басқа айларда сергімізге айналдырмасқа? Ұдайы Құран оқудың өзімізге, өзгеге, отбасына, қоғамға пайдасы мол. Әр әрпіне сауап жазылып, Алланың берекеті жауады. Үшінші, жүректі мешітке байлау. Алланың үйіне кірген құл өзін құрғақ жерден суға түскен балықтай сезінеді. Мешітте оқылған намаздың сауабын санап жатпай-ақ қоялық. Төртінші, Рамазан ағайынның арасын жақындата түсіп, қарым-қатынасын күшейтетін, тума-туысты, көрші-қолаңды біріктіретін ай. Ауыз ашар дастарханында бұған көзіміз жетті. Туысқандармен байланысты үзбеуді тек Рамазанмен шектемеу. Ағайын әр кез керек, қуанышы мен қайғысында бірге болу мұсылманның міндеті. Бесінші, Рамазан келісімен жетімдер, қарттар, мүгедектер үйін іздеп кететін әдетіміз бар. Құдды олар бізге 11 ай бойы жайнап, шат-шадыман, бақыттан бас айналып, шаттықта шалқып өмір сүретіндей сезіледі. Басқа кезде уақытымыз жоқ. Әрине, бұл біздің үлкен сылтауымыз. Рамазанда қамкөңіл жандарды жағалап, қайырлы іс бітіргендей өзімізді ақтағымыз келеді. Қамкөңіл жандарымен жиі кездесу өз өміріме шүкіршілік сезімді нығайтпақ. Олардың халін білу, мүмкіндігінше көмектесу, садақа, ауызашар беру үшін 30 күн оразаны күту шарт емес ау. Алтыншы, оразада онша ашуланбаймыз, сабыр сақтаймыз. Санада бір ғана ой қатып қалған, бастысы оразан бұзылып кетпесінші деген. Құлшылығымыз қабыл болу үшін айналадағы адамдардың ұсақ-түйек сөзі мен ерсі әрекеттерін елемейміз. Шіліңгір шілденің бір күнін шөлдеп, аш өткізгеннен өзге түк пайда таппағаның сипатынан болып қалмайық деп қорқамыз. Басқа уақытта ашулануға, кек сақтауға, ғайбаттауға болады деген Раббымыздан рұқсат қағаз алып қойғандай күй кешеміз. Рамазаннан кейін де көркем мінез таныту ізгілік пен игілікке жол ашады. Иә, көркем мінез көркіміз емес пе? Жетінші, нәпіл намаздарға көңіл бөлу. Кейде 5 уақыт намазды түгелдеп жүргенде өзімізді жанаттан жолдама алып қойған жандай сезінеді екенбіз. Өмірден өткен ізгілер пенде қосымша құлшылығымен нәпіл ораза намазымен жаратушыға жақындап, оның рақымына бөленетінін айтыпты. Сегізінші, рухани іздену. Соқа жер жыртқан сайын жылтырап, өткірлене түсетін ауылдан шыққан бәріміз білеміз. Спортшы шыныққан сайын бабында жүреді. Рухани ізденіп, діни ілім алсақ, көкейдегі күмән сейіледі, ілім артады, иман күшейеді. Мұсылманның бір күні екінші күніне ұқсаса ұтылыста депті ғұламалар. Мұны атам қазақ көп тұрған су сасиды деп бір ауыз сөзбен түсіндіргендей. Тоғызыншы, әрдайым дұғада болу. Ораза бойы жаратушы иемізге дұға тілекті көбірек айтып, мұң-мұқтажымызбен бөлістік, қажетімізді сұрадық. Рамазанда мейірімді дұғаны қабыл етуші Алла тағала басқа айларда да осынау теңдессіз сипатынан айырылған емес, айырылмайды да. Дұға мұсылманның қорғаны, қаруы, таянышы, сүйеніші. Адамзаттың асылы болған пайғамбарлар да әр ісінде, әр сөзінде дұғаны тастамаған. Мұны атам қазақ батамен ел көгерер, жаңбырмен жер көгерер деп әспеттеген. Көсегемізді көгертіп, өмірімізді өнеге ететін дұға тілекті әрдайым айтып жүрудің маңызы зор. 10-шы, әрдайым Алланы еске алу. Рамазан біз бен Раббымыздың арасындағы риясыз құлшылық. Ораза Алланы
көбірек еске алуға жетелейтін құлшылық. Біз кейде дүниелік болмашы жетістігімізді, аз-кем байлығымызды, қызметтік өрлеуімізді өзіміздің жеке қабілетімізден, ақыл-ойымызбен, парасаттылығымызбен байланыстырып жатамыз. Болмашы тамшыдан жаратылған пенде екенімізге мән бермей, ол Алланың құдіретін ұмытып жатамыз. Жер басып жүргеніміздің өзі жаратушы иеміздің сыйы, нығмет емес пе? Барша жаратылыстардың ішінде мұсылман болып жаратылуымыздың өзі теңдессіз нығмет емес пе? Алланы көбірек еске алу адамнан 5 күндік өмірге келудегі мақсатын айқындап беруге, Құдайға ұнамды құл болуға серпін береді. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.